ар жақта горох, достар, ар жақта әлі горох қайнау керек болады. Короче, горох кішкене аз екен, сол себепті біз қолдан мынандай не істеп жатырмыз, кеспе көже, оны сажереміз, кеспе көже емес, кеспеді кәдімгідей, олай өте күшті дамды болады екен, сол себепті біз істеп жатырмыз. Мынау менің нем, міне, мен аны өзім істедім, мынаны. Біз бұның рецептін айтып жіберейін сіздерге, егер біз секілді істесеңіздер, либо горох аз болса, мен секілді осылай істеңіздер. Кеспені, кәдімгі 2 жұмыртқаны аламыз. Алған соң оны ұн қосамыз, араластырып ұн қосамыз. Сосын айын бүйтіп су қоспаңыздар вообще. Тек андай бүйтіп мына шеттеріне жаңа қатып қалғандай үшін, наверное, қатып қалған кезде, сондай сол кезінде ғана істейсің. Вообще су қоспақ қойыңыздар. Сосын оны андай пакеточкаға саламыз. Мынау менің бөпем, міне, мынау менің бөпем. Бұл бөпені тоже салам мен. Міне, осындай шетіне салам. Осындай шетіне салдым. Жаптым. Пах етіп жаптық. Ал енді мен сіздерге қазір горохты көрсетемін.